Қазіргі уақытта Қазақстан өз ғарыш кешеніне ие. Әскери ракеталық ғарыштық кешенді жасауды және космонавтиканы дамытуды жоспарлауда. Қазіргі уақытта космос тек зерттеу орталығы емес, ол коммуникация мен байланыс тәсілі. Сонымен қатар, біздің республикамыздың әскери қалқаны. Сондықтан, Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әр алуан жастағы оқушы ұл-қыздар қатысатын аэроғарыштық модельдеу үйірмесі жұмыс істейді. Аэроғарыштық модельдеу үйірмесі әскери техникалық спорттың бір түрі. Онда жасөспірімнің тек қана күш-жігерін ғана жетілдіріп қоймайды. Сонымен қоса ақыл ойының қабілетін арттырады. Математикадан, сызудан, физикадан, химиядан және басқа да мектеп оқулықтарынан алған білімдерін пайдалана отырып, ұшатын конструкцияларды құрумен айналысады. Ал аэродинамиканың заңдылықтарын оқу арқылы қиялдарын жүзеге асырып, жаңа конструкциялар әзірлеп шығарады. Жұмсақ қанатты және пилотсыз ұшу аппараттарын жаңа құрылғылары саласында ұдайы зерттеу жасап отырады. Алдағы уақытта олар техниктер, инженерлер, конструкторлар, пилоттар, әскери инженерлер сияқты кәсіби бағытқа икемделеді.